Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Жалпы бүгін біз кезекті қазақ тілінен талдауымызды бастаймыз. Алдымызға әрине міндетті түрде парақшамызды тест бойынша талдауға дайын отырамыз. Әрине алдымызға қойылған парақшадағы мәтінге назар аударамыз. Мәтінді оқымас бұрын бірінші сұрақты оқып алайық. Бізде бірінші сұрақ: Платон маған дос, шындық одан қымбат деген қанатты сөзі қалай шыққан? Міне, берілген сұрақ. Енді осы сөзді мәтіннен тауып аламыз. Міне, берілген қанатты сөздің қалай келіп шыққаны, не үшін кең тарап кеткенін біз оның алдындағы сөйлемдерді оқу арқылы анықтай алады екенбіз. Яғни бұл жерде бізде берілген сөйлемдерді қарап шығайық. Міне, кейінірек ол ғылыми шындық жолында ұстазына қарсы шығады. Демек, шындық жолында, яғни шындық ол үшін өте маңызды болған екен, сондықтан тіпті ұстазына да қарсы шыққан екен. Жақсы, ары қарай берілген нұсқаларды қарап шығайық. Ғылыми шындық жолында ұстазына қарсы шыққан жоқ дейді, бұл дұрыс емес. Ғылыми шындық жолында ұстазына қарсы шыққаны үшін дейді, бұған нүкте қоя тұрамыз. Ары қарай грек ғылымы мен өнерінің жетістіктеріне қорытынды жасағаны үшін жарайды, бірақ бұл жерде ол сөз ол үшін таралған жоқ, иә? Жақсы, дүние жүзінің бірінші ұстазы деп атанған үшін дүние жүзінің бірінші ұстазы атанғаны рас, бірақ бұл қанатты сөз оның ол іс әрекеті үшін шыққан жоқ. Сондықтан бізде дұрыс жауап қайсы болады екен? Әрине Б нұсқасы, яғни бұл жерде ғылыми шындық жолында ұстазына қарсы шыққаны үшін. Ұстазы – это учитель, а шындық – это правда. Воистину он даже вышел против своего учителя. Сондықтан балалар керекті, қажетті сөздерді міндетті түрде түртіп жазып аламыз. Келесі осы мәтін бойынша екінші сұрақ: Платон мектебінде қандай ғылымға үлкен мән берген? Платон мектебінде қай ғылымға мән берілгені мына бір сөйлемде анық көрсетілген, бірақ бұл негіз жауап бола алмайды. Себебі бұл жерде ол келесі сөйлемге мән береміз. Ол өзінің академиясының маңдайшасына, яғни кіреберіс жерінің жоғары жағына кімде-кім геометрияны білмейтін болса, ол бұл үйге кірмей ақ қойсын. Демек, бұл жерде негізгі ғылым ол геометрия екен, балалар. Міне, сондықтан бізге берілген жауаптардың ішінде астрономиялық ғылымға, геометриялық ғылымға, теориялық ғылымға, тәжірибелік ғылымға дегеннің ішінде әрине дұрыс жауап бізде С болады екен, геометриялық ғылымға. Келесі ары қарай жалғастырамыз. Келесі бізде екінші мәтін бойынша жұмыс жүргізіледі. Мәтінді міндетті түрде оқып аламыз, балалар, білеміз, иә? Мәтін оқылу міндетті. Мәтінді оқып, түсініп алу арқылы ғана біз дұрыс жауапқа ие бола алады екенбіз. Ары қарай жалғастырайық. Бұл жерде көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Бұл жерде көп нүктені мына бір жерге қояды екенбіз. Балалар, көп нүктені қоятын кезде де өте мұқият боламыз. Сонда мына жерге көп нүкте тұр, яғни осы көп нүктенің орнына сөз қою керек екен. Бізде көбею, азаю, жылыну, суыту деген сөздер берілген. Яғни демек бұл мәтін бізде ғаламдық жылыну туралы берілген мәтінне. Жер бетінде жылыну болса қандай өзгерістер болады, сол жайлы айтылған жаңағы ғалымның сұхбаты екен, былайша айтқанда. Ал Мельс Хамзаұлы ғаламдық жылынудың болашақта салдары қандай болмақ деген сұраққа ғаламдық не деп мына жерге қандай сөз қоямыз? Бүкіл әлемді алаңдатып отырған мәселе, яғни ғаламдық жылыну.
дұрысырағы. Өйткені үстінде сұрақтың өзінде бізге дұрыс жауапты айтып тұр. Сондықтан жауап С болады. 4. Өсімдіктер, жәндіктердің сан алуан түрі жер бетінен ненің әсерінен жоғалады? Оны біз мәтіннен қарап аламыз. Яғни бұл жерде 4-ші сұрақ бойынша нұсқалар: жер беті 3 градусқа қызса, яғни қызса деген сөз жылынса деген сөз. Жер беті айналса, жер беті 3 градусқа суыса, немесе жер беті тоқтап қалса. Жақсы, осындай жаңағы табиғаттың өзгерістері бізге не алып келеді екен? Мына жерде жазылып тұр: егер жер шары 3 градусқа қызса деген жылынса, онда апат болады. Демек, бізде жауап бірден мәтінде көрсетіліп тұр. А нұсқасы болады екен. Яғни жер беті 3 градусқа қызса деген. Ары қарай 5-ші сұрақ: болашақта миллиондаған адам ауыз сусыз қалуы мүмкін. Неліктен? Яғни тура осы сөйлемге жауап бізде мәтінде берілген. Мына жерде жазылып тұр: сондықтан болашақта миллиондаған адам ауыз сусыз қалуы мүмкін. Енді бұл сұрақтың біз мәтіннен тауып алдық, бірақ енді себебін анықтайды екенбіз. Себебін анықтау үшін одан бұрын болған сөйлемді оқиды екенбіз. Гималай, Кавказ, Альпі, Памир, Тянь-Шань, Анд тауларындағы мұздықтар еруде. Демек, еру нәтижесінде бізде ауыз сусыз қалу мүмкін екен. Не ерсе? Қар ерсе, осы таулардың үстіндегі қарлар еріп кетсе, біз ауыз сусыз қалуымыз мүмкін екен. Демек, жауаптарды қараймыз. Жер бетінде судың көп болуынан алып тастаймыз. Жер бетінің қозғалуынан, бұл нұсқада жер бетінде құрғақшылық болуының әсерінен жоқ. Жер бетіндегі мұздықтардың еруінің әсері. Мұздықтар дегеніміз сол жаңа таудың үстіндегі қарлар. Демек, жауап Д болады екен. Түсінікті болды деп ойлаймын. Өте қызықты мәтін екен. Барлықтарыңа ұнады деп ойлаймын. Әрине, бұндағы берілген көрсеткіштерді жаттап алған өте біз үшін пайдалы болады. Ары қарай байлық деген тақырыптағы 3-ші мәтінге қараймыз. 1-ші сұрақ: бұл мәтін бізге таныс болуы керек, балалар. Бізге таныс болған мәтіндермен жұмыс жасау бізге әрине ыңғайлырақ. Бала әкесінің өсиетін қалай түсінді? Демек, 6-шы сұрақ: бұл мәтінде белгілі әңгіме берілген, әкенің баласына қалдырған мұрасы жайында. Әкесінің өсиетін қалай түсінді? Яғни, бұл жерде әкесі баласына: мен үйдің айналасына байлықтың барлығын, яғни саған қазып алсаң, көмген байлығым бар, соны тауып алсаң, аш болмайсың, киімсіз болмайсың деп әкесі өсиет айтады. Яғни, бұл жерде баласын істейді, күні-түні әкесі қайтқаннан кейін үйінің айналасын барлығын қазып көреді, бірақ ештеңке таба алмайды. Балалар, демек, бұл жерде әкесінің айтқанын бала дұрыс түсіне алмады. Бұл жерде қате түсінді деген дұрыс болады. Дұрыс емес түсінді дегені ғой, қате дегені, балалар. Неправильно понял своего отца. То есть, бізде жауап А болады екен. Ары қарай 7-ші сұрақ: осы мәтін бойынша әкесінің өсиетін нақты білу үшін бала кімге барды? Мәтінде тұр. Әкесінің айтқанын кешірім өтінемін. Әкесінің айтқан өсиетін айтып, ол емес екен, үстіндегі сөйлем екен. Ол шаршап, шалдығып, ақырында көпті көрген бір данышпан қарияға келеді дейді. Әкесінің өсиетін нақты білу үшін кімге барады? Жауаптарды қарайық. 2 данышпанға жоқ, қария апайға бармайды, жан жолдасына да бармайды. Ол бір
данышпан қарияға барады. Дұрыс жауап Д болады. Әкесі мирасқа не қалдырды? Балалар, бұл логикалық сұрақ десек те болады. Яғни әкесі мирасқа жер қалдырған болады. Ешқандай ақша көміп қалдырған жоқ, алтын да көміп қалдырған жоқ, үйді де қалдырған жоқ. Ол сол үйдің маңайындағы үлкен жерді айтып отыр. Яғни жермен айналысса, адам ешқашан аш, жалаңаш, киімсіз қалмайды деп түсіндіреді екен. Барлығыңа бұл мәтін өте түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай серуенге шыққанда атты әңгіме берілген екен. Осы әңгімені бірінші оқып аламыз, ары қарай сұраққа жауап береміз. 9-шы сұрақ бізде айтып ауыз жиып үлгергенше. Бұл балалар тұрақты тіркес. Яғни бұл тұрақты тіркестің беретін мағынасын білмеуіміз мүмкін. Сондықтан біз бұны былай сызып алайық, сендерге анық болу үшін. Енді осы тұрақты тіркестің мәтіннен табамыз. Яғни бұл сөйлемде жалпы тұрақты тіркес дегеніміз бірнеше сөздің бірақ мағынаны беруін біз тұрақты тіркес дейміз. Яғни фразеологизмдер деп аталады. Олардың құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға немесе басқа сөздермен алмастыруға болмайды. Осындай тіркестерді қазақ тілінде тұрақты тіркес деп айтады. То есть это фразеологизмы, дети, несколько слов обозначают один смысл. Яғни бұл жерде сөйлемде тұрақты тіркестің қандай мағынада қолданып тұрғанын білу үшін сөйлемді қайтадан толық оқып аламыз. Айтып ауыз жиып үлгергенше әлгі бүркіт қарсаққа құйылды. То есть жабылды деген мағынаны білдіреді. Тап берді. Яғни бұл жерде ол тез деген, лезде, тез деген ұғымды айтып тұр. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз дейді. Яғни көп нүктенің қай жерге қойылу керек екенін біз бірінші анықтап аламыз. Көп нүкте бізде мына жерге қойылады. Жаңа ғана оқыған сөйлеміміздің алдына. Яғни ала алмады. Жаңағы бүркіт қарсаққа шап бергенімен, жабылғанымен, бірақ ала алмады. Яғни бұл жерге бірақ деген сөз қойылады екен. Жақсы. Сөйлемде көп нүктенің орнына сөзді қою үшін міндетті түрде оның мағынасын қайтадан оқып көруіміз керек екен. Сол кезде оны біз анық түсінеді екенбіз. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі 5-ші мәтін Сәтемір хан. Яғни қазақ хандығы хандар өте көп болғанын білеміз. Олардың әрқайсының орны ерекше. Енді бұл жерде Сәтемір хан туралы берілген мына мәтінде сұрақ былай берілді. Сәтемірдің еңбек етіп оқуға талпынуына себеп тудырған жәндік. Яғни мәтінде мән беріп қараған болсаңдар, бұл жерде қай жәндік туралы айтады? Әрине, бәріңе таныс құмырсқа. Дұрыс. То есть құмырсқа это у нас, дети, муравей. Әрине, жауап бізде Д болады, құмырсқа. Келесі, Сәтемірдің жеткен жетістігі. То есть, чего достиг Сәтемір? Ең соңғы сөйлемді оқитын болсақ, ақырында сол Сәтемір асқан данышпан, айдай әлемге патша болған екен. То есть, он стал кем? Ханым. Жауаптарды қараймыз. Жұмысшы болды, патша болды, әкім болды, мұғалім болды. Әрине, біз С нұсқасын белгілейміз. Ол патша болды, балалар. Жақсы. Барлығыңа түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Түсінбеген сөздерің бар болса, міндетті түрде оны жаңағы дәптерлеріңе немесе комментарийге жазуларыңа болады. Белгілеп алайық мәтінді. Бұл жерде аяқталмаған ойын. Яғни белгілі бір әңгіме берілген екен. Екі балалардың ойын ойнап жатқаны жайлы берілген. Ал енді сұрақтарға назар аударайық. Мәтінді мұқият тағы да бір оқып алуларыңа кеңес беремін. 13-ші сұрақ, мәтіндегі ойын түрі. Екі бала шана не істеуге? Шана тебуге немесе шанада сырғанауға, сырғанап ойнауды жалғар емес. Сырғанау дегеніміз не?
яғни белгілі бір қар жауған кезде балалардың сырғанап ойнауын айтады екенбіз. Демек, бұл жерде жауап А болады, сырғанақ тепуге. Олар шаңғы тепкен жоқ, өйткені шанамен сырғанап ойнады, қар атысқан жоқ, аққала жасаған жоқ, олар сырғанақ тебуді ұнатқан екен. Ары қарай 14-ші сұрақ, ағайындылардың ойындарының аяқталмай қалу себебі. Бұл жерде жаңағы Асан мен Ақанның ағайындылардың шана сырғанап ойнауындағы болған іс-әрекет. Ақан, сен барып шананы алып кел деді інісіне Асан. Мен бармаймын, шанаға ие бола алмаған өзің, сен бар, деді Ақан. Жоқ, сен барасың, сен менен кішісің, дейді Асан. Бармаймын, үлкенмін деп жұмсай бересің, шананы да үнемі мен сүйреймін деп. Осылайша екі бауыр не істейді? Сөзге келіп қалады. Тіл табыса алмады деген нұсқа бізде дұрысырақ болады. Демек, жауап А болады екен. Мәтінде белгіленген сөзге балама сөзді табыңыз. Белгіленген сөз ашуланып. Қарамен берілген. Ашулану дегеніміз это злиться, да? Мәз болу это радоваться, қуану тоже радоваться, шаттану бұл да радоваться. Яғни бұлардың ешқайсысы жауап бола алмайды. Ызалану, ашулану деген мағынаны білдіреді екен. Демек, бізде жауап А болады екен. Ары қарай жалғастырамыз, балалар. Бізде аққулар деген мәтін берілген екен. Тақырыбы мін жақта тұр. Жаңылыс жасамаймыз, балалар. Міндетті түрде мәтінді тақырыбымен бірге қоса оқимыз. Өйткені тақырыптың өзі біраз жаңағы сұрақтың жауабы бола алады. Ал енді сұраққа назар аударайық. Осы жерде тоқтатып қойып мәтінді оқып алуларыңа болады. 16-шы сұрақ. Көктемде көлге ұшып келетін жыл құсы. Яғни жалпы мәтін қай құс туралы екені білеміз. Оны тақырыбынан анықтауға болады. Демек, аққулар жайлы екені барлығымызға белгілі. Сондықтан А нұсқасы аққу дұрыс жауап бола алады екен. Ары қарай 17-ші сұрақ. Бізде берілген аққулардың көлге оралмауының себебі неде? Білесіңдер, аққу киелі құс, осы туралы мәтінде де жақсы жазылған. Киелі құстар тазалықты үнемі жақсы көреді екен. Бірақ бұл жерде сол аққулар ұшып келетін көлдің қалай ластанғаны, оны балалардың қалай тазартқаны жайлы айтылған. Қысқаша айтатын болсақ, демек, жауаптардың ішінде бізде 17-ші нұсқада Б болады екен, көлдің лас болуынан. То есть, өте қатты ластанған көлге аққулар келесі жылы ұшып келмей қойды. Келесі 18-ші сұрақ. Мақсат достарымен бірге қандай жұмыс жасады? Әрине, ластанған көлді тазартты. Оны бірден ойымызға келеді, өйткені мәтінде анық әрі түсінікті жазылған. Нұсқаларға назар аударайық. Көлді қоқыстан тазартты, көлдің суын тасыды, көлді ластады, мына жерден алып тастаймыз. Көлдің жанында ойнады. Жоқ, бұлар жаңағы балалар аққуларды жақсы көріп, олардың сол көлде болуын қалағаны үшін көлді тазартты, қоқыстардан. Жақсы, 18-ші сұраққа да жауап берді. Келесі бізде Әбу Насыр әл-Фараби туралы мәтін. Бәріміз біздің белгілі ғұламаларымыз, данышпан адамдарымыз жайлы берілген мәтіндерді барынша оқығанда толық оқимыз және берілген мәтіндерді жақсылап түсініп аламыз. Өйткені олардың өмірлері біз үшін үлгі өнеге бола алады, балалар. 19-ші сұраққа назар аударайық. Бәріміз мәтінді оқып үлгердік. Ары қарай, жолдасының Фарабиге сақтауға берген заты. Яғни мәтіннен мән беретін болсақ, бір жолдасы әл-Фарабиге не береді? Міне. Менің мына кітаптарымды сақтап қой, қайтып келген соң алармын. Яғни, он дал свои книги ему, чтобы он их сохранил. Сақтау – это сохранить. То есть, бұл жерде
жауап С болады, иә, кітаптарын бергені. 20-шы сұрақ. Әбу Насырдың бойына біткен қасиет. Балалар, бұл сұрақтың жауабын біз қалай білеміз? Яғни бұл жерде де біз логикаға назар аударуымыз керек. Біз сақтап қоюға берген кітаптарды Әл-Фараби жай қойып қоймай, оларды күн сайын оқыды, иә. Түсінбеген жерлерін қайтадан оқыды, қайта оқыды. Осылайша табандылығының негізінде ол сол кітаптың барлығын ұғып, түсініп, философ, ұлы ғалым болады екен. Бірақ ол кітаптардың барлығын оқу үшін әрине адамның бойында сабырлылық, шыдамдылық, табандылық болу керек болған екен. Сондықтан бізде мынау А нұсқасы шыдамдылық, терпеливость, то есть это у нас будет ответом. Ашуланғыштық, это неправильно, бұл дұрыс жауап бола алмайды. Сабырсыздық, мән беріп оқысаңдар, сабырлылық емес, сабырсыздық, бұл да жауап бола алмайды. Дұрыс жауап жоқ емес, бізде бар, ол шыдамдылық екен, балалар. Сондықтан жауап осы А нұсқасы болады екен. Сендерге тест ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде комментарийге өздеріңе ұнаған кез келген бір тұрақты тіркесті жазуларыңа болады. Бір тұрақты тіркес, немесе екі аты жөнімізді комментарийге жазып қалдырамыз. Тыңдағандарың үшін рахмет. Сендерге бұл талдау көмегін тигізді деп ойлаймын. Мәтіндердің мазмұны бойынша әрине оларды түсініп алу, өмірде пайдалану, бұл сендер үшін өте маңызды. Сондықтан сәттілік тілеймін.